Отандық жас әнші Дана Кентай көшеде билеп тұрған видеосымен бөлісіп, желіде аяусыз сынға тап болды. Желідегілер өнер иесінің биіне емес, оның ашық образына шүйліккен. Олар шоу-бизнес өкілінің төс тартқышы көрініп тұратын киімі тым ерсі екенін айтты. Әнші Дана Кентай карантин басталғалы Instagram желісінде асқан белсенділік танытып жүр. Ол түрлі образдарды жұрт назарына паш етіп, көңілді видеолармен бөлісуде. Алайда жас таланттың жариялаған соңғы видеосы қалың көпшіліктің көңілінен шықпаған. Желідегілер бойжеткенді төс тартқышы көрініп тұратын көйлек киіп алғаны үшін сынап тастады. Үстіндегі кофтаны кигенше шеше салмадың ба? Мына киіміңмен биің ұят болды. Сыртын шеше сал. Ар жағы бәрібір ап-анық көрініп тұр. Мата жетпей қалған ба? Мына образыңыз ұят енді. Сізден мұндайды күтпеген едік. Соңғы уақытта тым ашық киім таңдап жүрсіз. Мына қыздың арқасынан күн өткен сияқты. Киімі де биі де ерсі, өзіне сай емес деп жазуда көпшілік.